Сәлем достар, бүгін сіздермен қазіргі кезде хит болып жатқан чизкейктердің бірі тары чизкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін ең алдымен песочный печеньемізді блендерге салып, жақсылап езіп аламыз. Оның үстіне талқан саламыз және ерітілген сары майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Дайын болған қамырымызды осылай формамызға салып, жақсылап жайып шығамыз. Енді салмамызды дайындауға кірісеміз. Ол үшін ең алдымен халал желатинімізді осылай бөліктерге бөліп, үстіне суық су құйып, ерітуге қойып қоямыз. Және тарымыздың үстіне де ыстық сүт құйып, оны да дайындап қоямыз. Содан соң 33%-дық сливкиімізді 3 минуттай немесе 4 минуттай жақсылап миксерлеп аламыз. Осылай қою крем болып шығу қажет. Енді дайын болған креміміздің үстіне сүзбелі ірімшік, яғни творожный сырымызды саламыз. Одан кейін сүзбе саламыз және 20%-дық қаймағымызды саламыз. Содан соң қою, яғни 8%-дық, 6%-дық йогурт салатын боламыз. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді салмамыздың үстіне қантымызды саламыз. Және дайын болған желатинімізді салып, барлығын жақсылап араластырамыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды, комментарий жазуды ұмытпаңыздар достар. Ең соңында тарымызды салып, оны да дұрыстап, жақсылап араластырып шығамыз. Барлығы біркелкі араласу үшін осылай венчиктің көмегімен де араластырып алған жақсы. Дайын болған салмамызды формамызға жақсылап салып шығамыз. Дайын болған чизкейкімізді 200 градуста 35-40 минуттай пісіріп аламыз. Міне достар, тары чизкейкіміз дайын. Осындай ерекше рецептпен барлығыңыз міндетті түрде жасап көріңіздер.